Әулет құпиясы сериалының басты актерлері Кенан Имирзаоглы 1974 жылы 18 маусымда Анкара провинциясында туған, бойы 1,92. Ол мектепті үздік бітіріп, Йылдыз техникалық университетінің математика факультетін тәмамдаған. Оқу кезінде достарының кеңесімен модельдік бизнеске келіп, 97 жылы Парижде өткен Best Model of the World халықаралық байқауында жеңіске жеткен алғашқы түрік ер азаматы атанды. Эзель және Карадайы сериалдары арқылы әлемдік деңгейдегі супер жұлдызға айналды. Жеке өмірі 2016 жылдың мамыр айында танымал актрисаға үйленген. Есімі Синем Кобал. Түрік шоу-бизнесінде олар ең үлгілі әрі берік жұптардың бірі болып саналады. Ерлі-зайыптылардың Лалин 2020 жылы және Лейла атты екі қызы бар. Кенан өте ақылды инвестор. Ол тапқан табысын Стамбулдың тарихи аудандарындағы ескі ғимараттарды сатып алып, оларды бутик қонақ үйлерге айналдыруға жұмсайды. Сонымен қатар бос уақытында фермасында зәйтүн өсіріп, табиғи зәйтүн майын шығарумен айналысады. Ол Голливудтан келген ұсыныстардан бас тартып, тек өз ана тілінде ойнағысы келетінін айтқан екен. Келесі басты актрисамыздың бірі Афра Сарачоғлы. 1997 жылы 2 желтоқсанда Эдремит қаласында дүниеге келген. Ата-анасы ерте ажырасып кеткендіктен, оны анасы Лютфие ханым жалғыз өсірген. Афра Анатолия университетінде салыстырмалы әдебиеттану факультетін бітірген. Анасы әлеуметтік желіден режиссер Өзжан Дениздің кастинг жариялағанын көріп, қызының суреттерін жібереді. Осылайша екінші мүмкіндік фильміне түсіп, кино әлеміне қадам басады. Ал әлемдік талмандылықты оған қорғаушы Зимородок Сейран шанлы рөлі алып келеді. Жеке өмірі ресми түрде тұрмысқа шықпаған. Актер Мерт Ясжиоглумен 4 жыл бойы үлкен махаббат қарым-қатынасында болды. Кейіннен қорғаушы сериалында серіктесі Ферит, яғни шын есімі Мерт Рамазан Демирмен сезімдер шынайы өмірге ұласып, бұл махаббат хикаясы бақ беттерінде ең көп талқыланған тақырыпқа айналды. Қызықты дерек: Афра бала кезінен садақ атумен, атқа мінумен кәсіби түрде айналысады. Ол сценарийлерді өте мұқият оқиды және әрбір сөйлемге талдау жасайды. Оның өміріндегі ең басты кеңесші әрі менеджері өз анасы. Отбасы бұл сынақ, яғни қазіргі әулет құпиясы сериалының соңғы жаңалықтарын айта кетейік. Кенан мен Афраның бірге түскен жобасы үлкен дау-дамайға аяқталды. Өйткені жас арашылығы және түрлі сценарийден бас тарту 23 жас аралығы көрермендер арасында үлкен талқыға түсті. Афра сериал барысында тым жақын көріністерге түсуден бас тартқан. Афраның жобадан кетуі: 1 маусымның соңында серіктесімен арадағы экрандық химияның жоқтығына байланысты туындаған шыдамай сериалдан біржола кетті. 2026 жылы продюсерлер Афраның кетуіне байланысты сценарийді толықтай өзгертті. Енді жоба махаббат драмасынан қатал криминалдық экшенге ауысты. Кенан Имирзаоглының жаңа серіктесі ретінде Сыла Түрк Оглымен келіссөздер жүргізілді. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз, жаңа бөлімдер шығады.